Смарт военкомат жалғасып жатқан жобасы шеңберінде Қорғаныс министрлігі азаматтарға олардың егов электрондық үкіметі порталындағы жеке кабинетінде жаңа функцияны жүзеге асырды. Еговтағы жаңа функция азаматтарға әлеуметтік төлемдер алуға құқық беретін кезеңдерді қоса алғанда азаматтағы әскери қызметке қатынасы бар, олардың әскери есепте тұрған жай-күйі, әскери қызмет өткеру кезеңдері туралы мәліметтерді көшіріп алуға және одан әрі басып шығаруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ азаматтардың өтініштеріне байланысты мәліметтер әскери қызметке жарамдылық дәрежесі туралы ақпаратпен толықтырылды. Аталған мәліметтерді алу үшін азаматтар егов порталындағы өзінің жеке кабинетінде әскери қызметтер бөліміне кіріп, жүктеу түймесін басса жеткілікті. Алдағы уақытта осындай функцияны МГОВ электрондық үкімет порталының және екінші дәрежелі банктердің мобильдік қосымшаларында жүзеге асыру жоспарлануда.